Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шоколадты печенье жасаймыз. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында еріген маргаринімізді салып, үстінен ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен тағы да ұн салып, қолымызбен осылай ысқылап, ұнтақ жасап аламыз. Міне осылай болып шығады. Енді үстінен 3 жұмыртқамызды жарып, тәттілігіне қарай 100-150 грамм шекерімізді салып, араластырып аламыз. Үстінен тағы да ұн салып, қолымызға жабыспайтындай және жаюға ыңғайлы етіп қамыр илеп аламыз. Міне қамырымызды илеп болдық. Енді 5-10 минутқа тындырып қоямыз. 5-10 минуттан кейін қамырымызды алып, осылай бөліктерге бөліп, суалап жаятын боламыз. Осы аралықта шоколадымызды буға ертіп аламыз. Печеньелерімізді батыру үшін. Қамырымызды сәл қалыңдау етіп жайып аламыз. Менің каналымда бұдан да басқа тәттілердің, тағамдардың рецепттері бар. Көріп, пайдаларыңызға жаратыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Енді осы қамырларымыздың дәл ортасында кесіп аламыз.
Енді барлығын тапамызға орналастырып, пешімізге 15-20 минутта 180 градусқа пісіріп аламыз. Дайын піскен печеньелерімізді осындай шоколадымызға батырып және кокосовый стружкаға батырып аламыз. Біреуін сарыға, біреуін аққа батырып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша басқаша сәндеуге де болады. Астарыңыз дәмді болсын.